Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы ағаш отырғызамыз. Бүгінгі сабақта тыңдаған материалдың мазмұны бойынша сұрақтарға жауап бересің. Мұғалімнің қолдауымен заттың атын, сынын, санын, іс-қимылын білдіретін сөздерді ауызша, жазбаша тілде қолданасың. Бүгінгі сабақтың жаңа сөздеріне назар аударайық. Күрек, қазу, ұстап тұру. Ағашқа су құямын, ағашқа су құясың, ағашқа су құяды. Ағашқа су құямыз, күрекпен қазады, ағашты ұстап тұрады. Оқушылар, жаңа сөздерді сөздік дәптеріңе жазып алыңдар. Тыңда, қайтала, оқы. Біздің отбасымыз үлкен. Біз ағаш отырғызамыз. Атамыз бен әкемізге көмектесеміз. Атам мен әкем күрекпен қазады. Інім мен қарындасым ағашты ұстап тұрады. Мен ағашқа су құямын. Бірінші тапсырма. Сен не істейсің деген сұраққа жауап бер. Оқушылар, іске сәт. Сұраққа қалай жауап бердік? Жауабымызды тексерейік. Мен ағашқа, гүлдерге су құямын. Сендердің де жауаптарың осындай болды деген ойдамын. Екінші тапсырма. Ол не істейді деген сұраққа жауап бер. Іске сәт. Жауабымызды тексерейік. Ол ағаш, гүлдер отырғызады. Сендердің де жауаптарың осындай болды деген ойдамын. Үшінші тапсырма. Төмендегі сөздерді мағынасына қарай сәйкестендіріп, сөйлем құра. Оқушылар, жұмыстарыңа сәттілік тілеймін. Сөздерді қалай сәйкестендірдік? Жауабымызды бірге тексерейік. Менің отбасым үлкен. Мен ағаш отырғызамын. Інім ағашты ұстап тұрады. Әкем күрекпен қазады. Оқушылар, сендердің де жауап нұсқаларың осындай болды деген ойдамын. Жаттайық. Оқушылар, Жаппар Өмірбековтің өлеңін бірге оқып жаттайық. Жас ағашты мен көрдім, жапырақ шашып гүлдеген. Жасыл бақты мен көрдім, желмен ойнап гулеген. Сонымен оқушылар, бүгінгі сабақтан не үйрендік? Тыңдаған материалдың мазмұны бойынша сұрақтарға жауап бердің. Заттың атын, сынын, санын, іс-қимылын білдіретін сөздерді ауызша, жазбаша тілде қолдандың. Енді бүгінгі сабағымызға бас бармақ тәсілі арқылы кері байланыс жасайық. Сендерге барлық тапсырма түсінікті болды деген ойдамын. Үйге тапсырма. 120-шы беттегі 4-ші тапсырма. Өз аулаңа отырғызатын гүл мен ағаштың суретін сал. Суретіңді мазмұнда. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңдар.